Қош келдіңіздер Жету подкастына. Бүгін сіздермен бірге біз жалпы ағылшын тілінің мүмкіндіктері, магистратураның мүмкіндіктері, сонымен қатар сіздердегі жалпы білім жүйесі, біздің қазіргі таңдағы Жету мастерстың оқыту жүйесімен қандай нәтижелермен осы күнге дейін жеттік, сонымен бөлісетін боламыз. Сіздермен бүгін мен есімім Майдан Асқатқызы, Жетуда ағылшын тілі маманы болып жұмыс атқарамыз. Жалпы өзім бакалавриатта Абай университетінде білім алдым. Сол кезде Гейдельберг педагогикалық университетінде ағылшын тілі бөлімінде білім алу мүмкіндігі болды. Нюрнберг университетінде зерттеуші ғалым және ағылшын тілі маманы қызметін атқардық. Қазіргі таңда Жетуда сабақ береміз, студенттерді тәрбиелеп жатырмыз. Айткүл ханым. Рахмет. Бәріңізге сәлем, менің атым Айткүл. Мен осы Жету мастерс орталығында сабақ беремін, Айдан апай сияқты. Жалпы менің бакалаврым Қазақ-Британ техникалық университетінде 4 жыл білім алған болатынмын. Ол деген математика бөлімінде, яғни школа прикладной математики. Және де магистратураны Италия елінде Рим қаласында Льюис атты университетте білім алдым. Жалпы менің бағытым IT саласында, бірақ математика және де ағылшын тілі өмір бойы өмірімде болды десем де болады. Сол үшін қазір Жету мастерс орталығында математика сауаттылық және де ағылшын тілінен сабақ беремін. Танысқаныма қуаныштымын. Вау, өте тамаша. То, что сіз өзіңіздің салаңызда өте жақсы білім алып, қазіргі таңда білім беріп жатырсыз, және ағылшын тілінде сонымен қатар мүмкіндіктер ашып. Осындай бізге әріптестермен, міне осындай сіздерде осындай мықты мамандар қызмет жасайды, яғни осы мықты мамандардан сіздерге білім алуға мүмкіндік болады. Біздің жалпы орталықта студенттер жұмыс жасамайды. Бұл біз студенттерді бір дұрыс емес деп айтып отырғанымыз емес, біз нақты мамандар жұмыс жасайды. Осы саланың нақты бакалавриатын, магистратурасын білім алып, және университетте қызмет атқарып жүрген осындай мықты мамандардан сіздерде мүмкіндік бар. Барынша алып нақты нәтиже көрсететін білім алуға. Және де тіпті қалай айтсам болады, мысалы студент пен мұғалімнің арасында бір дистанция болады ғой. Әрине субординация болған жақсы, бірақ біз жас мамандар болғандықтан өз студенттерімізбен өте жақсы араласамыз. Кәдімгідей сабаққа асығып келеді. Мен өзім таң қалдым. Рас. Аптасына 3 рет сабаққа асығып келеді. Сосын сабақ барысында мысалы тапсырмалар жасаған кезде кім бірінші орын алады, соған мынандай деген сияқты. Енді бәріміз қызық қой соның барлығы. Жақында біле берсеңіздер, мысалы ораза айы болды да, Рамадан айында барлығымыз ауыз бекіттік. Сол кезде студенттерімізбен ауызашарға бардық, өздері шақырып. Сіздер білмейсіздер ау деймін да, біз барып келдік өз группамызбен. Уақытын таңдай алмай, понедельник, среда қай күн деп әйтеуір бір күн таңдап, бәріміз ауызашарға барып, жақынырақ танысып. Яғни бұл айтайын дегенім, сабақ кезінде тек 1 сағат сабақ оқып кетпей, және де өздеріңіздің өмірдегі мысалы жеке сұрақтарыңыз болса, білмеймін, менің студенттерім өзі жазады, әйтеуір мен осындай мынандай возможность келіп тұр, оған барсам болады ма, қалай ойлайсыз деген сияқты. Жалпы ағылшын тілінің, яғни қазіргі таңдағы маңыздылығын енді түсініп отқан сияқты. Мысалы бакалавр 4 жыл өтеді, бірақ магистратура деген бәрібір кішкене бір ой жүйесі қалыптасқан, мысалы ересек болғандықтан олар өзіне не керек екенін енді түсініп жатқан сияқты да. Уже ағылшын тілі қандай есіктерді ашатын білгендіктен кәдімгідей қызығушылықпен оқиды. Мысалы кейде тіпті бүгін 1-2 рет енді болды, сабақ атмені десек, неге атмені? Не боқалды деген сияқты да. Біз қашан отработка жасаймыз деген сияқты сондай қызығушылықтарын көруге болады. Да, келсем осы нәрсе, то, что бізде Жетуда тек қана мынандай мәселе емес, сен деген студентсің, мұғалім, и болды сабағында келдің, кеттің, студент келіп кетті деген нәрсе жоқ та. Бізде бір құндылық бар. Мен айтайын, бұл тіпті өзіміздің қазақи сай бір құндылық шығар деймін. Адамдар бір-бірімен бір бауырмал ғой. Мен сол дәл сіздегідей біздің студенттермен де бізде киноға бардық, өзіміз отырып, тоже таңдап, келіп, вау депші, бізде бітіріп кеткеннен кейін де келіп отырады, алдында өстейді, ауырып қалғам ғой. И менде сабағым болмаған сөйтсем келеді айтады, апай мен сізге торт алып келдім ғой дейді ғой. Сіз жоқсыз ғой дейді. Бір жадым, я такой, осыдан кейін қалай жазылып кетпейсің, қалай келмейсің деп. Это так классно. И, во-первых, вот это адами құндылық бар бұл жерде бізде тек қана білім, сапалы білімнен бөлек адами құндылық бар.
тәрбие бар. Балалардың тәрбиелігі. Және айтатын нәрсе, сіз айтып жатырсыз ғой, бір ересектеніп, бір мына мүмкіндіктер қандай жол ашады деп ақылдасады деп ше. Осы нәрсе ойлаймын, дұрыс айтасыз, қазір олар ересек позицияға келді ғой, 21 жаста бізде, бізде тіпті негізгі аудиторияларымызда ересек адамдар ғой. Сондықтан ол кісілерде нақты осы нәтижені өз өмірлерінде пайдалана алған мамандарға жандарында бар да. Мысалы сізден қандай, мысалы КБТУ болсын, енді ол мықты университет қой, содан қалай оқу и так далее, жалпы сіздің салаңызда осындай мүмкіндіктер ашып жатырсыз, ол этапты өтіп қойдыңыз да. Мен де өзім бір этапты өтіп болдым, и сол нәрсені көресің де. Менде мынандай болды, қыста осылай бірінші алған тобыма бүйтеді ғой, мен студенттерімде бізде мен өзім Канада компаниясы жұмыс істегенмін. Сол кезде маған жазады ғой, сіздің студенттерімді беріңізші деп ше маған. И мен келінде жетуға айттым біздің студенттерге, давайте подавайтесь деп ше. Енді ол кезде біздің алғашқы бір-екі апта, бір ай болған болатын бастағанымызда. Ол кезде енді біз енді деңгейліктен бұрын жалпы магистратураға көңіл бөлеміз ғой, енді грамматикаға сол жағына. Сондықтан мен айттым, қанекей дайындалайық, бастайық, соларға тапсыра беріңдер деймін ғой, жерде мықты студенттер келді алдымызға. Енді ол кісілер сонда айтамын да, расымен осылай мүмкіндіктер ашыла береді екен. Келген, ізденген адамға жалпы былай ғой, тіл, білім алып бастайсың, ол тек қана тілге байланысты емес те. Кез келген білім алып бастасаң, соны бір Аллах мүмкіндігін беріп қойды ғой. Прям вот так вот. Анда сен оған мен өзім былай елестетемін, мен жалпы 6 тіл үйренгем де. Бірақ ол тілдердің әрқайсысын үйренер кезде мынандай нәрсе келеді. Білім алған кезде ол не только тілге байланысты емес ше. Мен білем, 1 секунд мысалы білімге уақыт бөлсем, мысалы 1 сағат уақыт бөлсем, ол маған 10 сағат кейін ақша алып береді де, ол 10 сағат отработка. Рас қой, осы нәрсемен ғана ғой қазір деген ақша алып келіп жатқанда, осы деңгейге жеткізіп жатқанда, ол білім ғана. Мысалы да. Базовый потребностьтамыз, саяхаттау барлығы осы. Жалпы тағы байқағаны, мысалы алдымызға студенттер келеді, яғни олар уже бакалаврдың 4-ші курсы, қазір дипломдарын жазып жатыр да, өздерінің жұмыстары бар. Бірақ олардың сабаққа жазылуы, олардың уже ниет арқылы, олар бізден білім алғанды арқылы, олар кәдімгідей мүмкіндіктер қазірден уже ашылып жатыр да. Яғни болашақта қалаған нәрсе, ол біздің болады деген нәрсе ғой. Қазір қалап тұрған нәрсе болашағымызда бар деген сөз. Сол үшін алдымызға мысалы менде физиктар да бар, Абай университетінен оқиды, Казгудан көп студенттер келеді. Байқағаным, потенциал өте жоғары. Бәрінің потенциал өте жоғары өз саласында. Бұл жердегі тағы ағылшын қасына қосылса, потенциалы 3 есе, 10 есе даже ауысады деген сөз. Яғни халықаралық масштаб. Мысалы сіздің физиканы қазақ тілінде бергеніңіз керемет, орыс тілінде бергеніңіз керемет, ағылшын тілінде берсеңіз, онда тіптен керемет. Яғни өзіңіздің оқып жүрген нәрсеңізді тіпті ағылшынша берудің арқылы сіздер өте көп жақсы табыс таба аласыздар деп ойлаймын. Және сол магистратура ғой негізгі үлкен мүмкіндіктер ашатын. Өйткені былай ғой бакалавриатқа айтайын, біздің Қазақстанда жалпы енді шетелде енді былай болды да, мен бакалавриатты оқып жүрмін, мен уже 4-ші курс бітірейін деп жатырмын ол жерде ше. Менің группаластарым 27, сондай да кісілер ғой, айтады, сен не бітірейін деп жатырсың, біз айтамын әлі деген ойлайды, 1-ші курс екен деп. Мен даже мынандай болған, ол жерде жүремде, ана оқушының несімен бар, оларда бөледі, оқушы студентке бөлек бағашы. Маған всегда оқушының есептеп береді ғой. Бағасын ба? Ал Қазақстанда мен кәдімгі 4-ші курсының студентімін ғой. Сонда бізде просто бұл мен не айтқым келеді де, ол жақта олар уже өздері таңдап келеді де бұл сала көбіне. Ал бакалавриатта біздің Қазақстанда көп жағдайда грант үшін келеді, ата-ананың көңілі үшін келеді. Сондай ғой, расымен де. Ал біздің магистратура таңдайтын студенттер, ойлаймын, это нағыз осы саланы таңдаған студенттер. Нағыз осыны оқысы келіп, нақты осы салада жеткісі келетін, осы саланы терең бергісі келетін адам ғана жалғастырады. Оқығысы келмейтін адам ешқашан магистратураны оқымайды ол пәннен. Бакалаврды бітіре алады, өйткені ол кезде әлі ата-ананың көңілін қалайды ғой. Ал 21-ге толып берсем болды деген нәрсе ғой. Ал 21 жаста ешкім ата-ананың көңілін қарап отырмайды. Ол уже өзінің жеке басын ойлап, өзінің жеке өмірін құрады деген сияқты. Жалпы тағы бағана шетелде айттыңыз ғой, үлкен жасты адамдар деп. Тіпті ладно, бакалавр, даже магистратурада мен ең кішкентай болдым арасында. Ол кезде мен 22 жасында оқуға түскен болатынмын. 30 жастағы үлкен кісілер ғой, қараусын, бірақ жас көрінеді. Соңында жасымды білген кезде таң қалды. Ол дегеніміз қалай? Біздің жалпы қазақи менталитетте, яғни бізде барлығы дисциплинировано, барлығы четко поставлено. Мысалы, 11 жыл мектеп бітірдің,
обязательно бакалаврға түсесің. Жоғары білім алу керек. Колледжде болмайды даже. Иә, колледждің өзінен кейін тағы оқу керексің. Одан кейін магистратураға түсу керексің. Магистратурасы болса докторантура. Одан кейін мысалы қыз балаларда тұрмыс құру, бала деген сияқты. Ол айтайын дегенім, бір жағынан әрине қысым, бірақ бұл қысымды пайдалы жағынан өздеріңізге алсаңыздар, онда үлкен жетістіктерге жетуге болады. Яғни маған андай бір удивительно болған жоқ, магистратураны оқып бітіру. Это же база деп ойладым. А олар айтады мысалы, жоқ ол база емес. Сен 24-22 жасында сен әлі өзің не қалайтынды білмей жүру керексің деген сияқты. Өйткені білмеймін енді, одногруппниктермен сөйлескенде Африкаға тур жасап келеді, роуд-трип, волонтерство. Біз мама папаға Африкаға жираф көрем десең қуасың ба деп айтады, примерно. Ну, примерно осындай да. Біздің уже қазақтың менталитетінде, яғни балалар кішкентайынан жауапкершілікті алып, тезірек есейіп, алдына мақсаттар қоя алады. Ол өте жақсы. Және де магистратураға түсейін деп жатқан студенттерге тіпті мен кәдімгідей құрметтеймін. Өйткені қай жерде жұмыс жасап әрқашан үлгеруге болады. Өмір бойы жұмыс жасайсыздар негізі. Бірақ осы уақыт бар кезде, күш бар кезде, энергия, яғни миың істеп тұрған кезде оқып алған дұрыс. Өйткені ол оқығанның бәрі алдыңнан шығады. Қандай жолдан болмасын, как минимум сол өзіңіздің инвестиция жасаған білімге ол сізге 10 есе болып қайтады. Прям факт деп айтсам болады. Осы нәрсеге бар ғой. Қазір тренд жүріп жатыршы. Былай, то, что вот бизнес жасау керек, я бірінші деген университетта диплом, 3 айда деген курс бітіріп таста дегенше. Ондай нәрсені мен просто менде мынандай опыт болды. Мен Германияда оқыдым ғой, білім алдым, и мен сол жерде саяхаттап көресің ғой, Польшаға да барасың, Чехияға да барасың, Барселона, там Испания, Италия, бәріне барып көресің, жанында тұр возможность. Әрине. Сол кезде Европа дегеннің бәрі дамып кеткен жер емес қой. Иә. Ойлам, бәрі Швейцария емес, бәрі білмеймін енді. Германия емес. Швейцария, Монако деп айтуға болады, бірақ қалғандары. Швейцария, Германия, Австрия, мысалы былай айтқанда. Ол жерде мен байқағаным, Польша сол жерге барсаң, мысалы даже Испанияның кейбір кедейлі бір райондарына барсаң, бәрі осылай сату, бір нәрсені сатып жүру, ақша жасап қалушы, сондай да, ой, даже торговый центр бірдеңкеге көп те, ал нағыз дамыған мемлекеттерде вот четкий нақты мамандықтарды құрметтейді ғой олар. Врач болғысы келеді, мұғалім болғысы келеді, заңгер болғысы келеді. Бізде ол приоритет емес те, өйткені бізде әлі мемлекеттің база потребності жабылмағандықтан шығар деп ойлаймын. Сондықтан, возможно, қазір сіздерде тренд болып кетті де, көп ақша табу деген. Иә. Успешный успех. Бірақ та ұмытылып кетті, что ақша ол твердый білімге келеді де. Сол ақшаны жасап отырған адамдар сол сала мамандар ғой, негізі. Ол сондықтан мен ойлаймын, то, что қазіргі құнсыздандыру мына дипломды, ол бір дұрыс емес нәрсеші. Расымен, бәрі айтып жатыр, бірақ мен ойлаймын, осы бір алдағы 5-10 жылдықта бүкіл қоғам жетеді сол нәрсеге, что білім керек, нақты твердый, прям білім керек, өз саласын терең білу керек деген нәрсе келген кезде, сол сен 30-40-ға келген кезінде былай қарағанда керек болмай қаласың ғой, темшік болып қаласың ғой. Рас қой? Лям туда, лям сюда. Да, лям сюда, соның арты жоқ болып қалатын сияқты да. Жалпы жақында күшті сөз естідім, бір тоже подкаст қараған болатынмын, яғни ол кезде айтады да, егер бай адамдар, енді бай қуатты, тіпті патшалар деп айтады, әлемнің патшалары білім алудың рахатын сезінсе, оның барлық ақшаға сатып алар еді дейді. Бірақ олар білмейді оны, сондықтан оларда ондай мүмкіндік берілмеген деп. Яғни нағыз ғалымдар, мысалы да, наукаға кеткен, енді қатты кеткен кісілер, жалпы білімнің рахаты ол бөлек. Элементарно тіпті үй жұмысын алайық, мысалы. Ағылшыннан үй жұмысын береміз, біреу орындайды, біреу орындамайды. Ладно, үндемейсің, бірақ тест жазатын кезде орындаған адамдікі сразу результат көрінеді. Неге? Өйткені бір күннің бір 7-ақ минут алатын шығар сол нәрсе. 7 минут жасады, бірақ миына ол қалды. И ол ана қиын алған нәрсе, ол дофамин да, мысалы. Қиын жолмен алған нәрсенің сен рахатын күшті сезінесің. Ол 7 минуттық үй жұмысын айтып отырмын мен қазір. Ал сіз 4 жыл оқыдыңыз, 2 жыл оқып, қазір не чувствуется это? Бесконечные дедлайны, бесконечные задания. Но сіз уже өзіңіздің табысыңыз тауып, сол ақша арқылы мысалы шетел көресіз, немесе қалған нәрсеңіз аласыз. Ең даже күшті кайф алып келетін нәрсе, мысалы өзің жақындарыңа сыйлық сыйлау. Сол кезде осының бәрі осы үшін екен ғой деген андай дофамин просто пигна жетеді да. Вот. Это прям ощущается сильно қазіргі уақытта.
Ал быстрый дофамин сол сіздердің тикток, мысалы кино, сериалы, уақыт өткізуге болады, бірақ оның өзінде тым артық істесеңіздер деградацияға ұшырау мүмкін. Солай. Сіз айттыңыз ғой, мына осы білімнің кайфы дедіңіз ғой. Осы нәрсе, мен айтайын, мен на автомате істейтін де, мен ана бар ғой, кәдімгі стандарттық жақсы оқитын қыз болады ғой. Алтын белгіге бітірген, қызыл дипломға бітірген деген синдром отличницы. Ол нәрсе ше, ол нәрсе бар ғой. Мен сонымен жүрдім де, и сосын бір уақытта мынандай жағдай болды. Менің сүйікті бір профессорым университетте бізде болды. Мен Абайға сол үшін түскем, сол кісі үшін түскем Абайға. Танат Аяпова, осы кісі бүкіл Қазақстандағы ағылшын тілі кітаптарының барлығын автор сол кісі негізі. Назарбаевтың өзіне сабақ берген кісі де ол кісі. Енді подходы, білмеймін, сол кісі үшін мен түскем осы салаға да. Сол кісі мен магистратураға келетін алдында өстіп мектепте мен 21 жасымда завуч болдым, замдиректор болдым Бостандық ауданында. Сол кезде аламда мен сондай сабақтан қалып, сөйтіп қалам ғой, үлгермей қалам жұмыстан. И маған айтады ғой, сен де егер қазір білімді емес, сен жұмысты таңдасаң, 2-3 жылдан кейін жылап келесің дейді ғой маған ше. Сөйтіп, мен сөйтіп жүремін де бір уақытта ұзақ уақыт деген бармай қалам. Сөйтіп барам, сабақта отырым. И ол кісі емес, басқа бір мұғалім, тоже бізде мықты мұғалімдер өте көп, негізі шет тілі де. И ол кісілер тыңдап отырмын, ғылымның құндылығын айтып жатады ғой. Жылаймын ғой сабақты отырып алыпшы. Ана сен жұмыс істеп келгеннен кейін түсінеді екенсің, ана оқушы болу деген, студент болу деген құрмет, бақыт. Өйткені бүкіл жауапкершілік сол кісіде де. Сен мақсатың құр рахаттанып білім алуда. Ал мен соны айтқан кезде көбінді түсіне бермейді. Мен айтамын да, мен жылағым келеді, мен жыладым деймін ғой, тұрып сабақтың үстінде. Апай түсінбейді, не үшін жылаватсың дейді ғой. Мен анан, оказывается, сол білім, сіз бір білім алып сағынып қалғансыз. Былай екенде білім алып үйреніп қаласың да, и білім алмай құрдымға кетіп жүресің ғой. Содан кейін алсаң, это бір кайф екен. Мен айтпаймын, то, что сендер бакалаврдан кейін тастаңдар да, одан кейін бірнеше жылдан кейін гөрі негізі бірден түсіп кеткен дұрыс екен. Өйткені біріншіден миың толық тұрады, сенде ақпараттар жанында болып тұрады бір. Екіншісі, ана кайфтаншы, одан кейін жұмыс істеп үлгересіңдер деп айтады ғой. Соны да сол деңгейге жетпіз ғой, жұмыс істеп үлгересіңдер деп айтуға. Жұмыс көп, достар, уайымдамаңыздар. Жұмыс табылады. Главное, білім алу керек сапалы. Өйткені Қазақстан рыногында, мен осы нәрсені айтып кетейінші, мына нәрсені. Біз жалпы осы администрацияда жұмыс жасаған кезде көп ВК айтады ғой, қазір жастарға деген жұмыс жоқ, таныс керек деп, ондай емес. Қазір сапалы кадр жоқ қой. Вакансия бәр жерде бос. Сол кезде бізде мамандарды алып жұмыс жасаған кезде байқағанымыз, осы толығымен бакалавриаттан магистратурасын бітіріп, осы саланы терең біліп келген мамандар расымен құнды екен. Енді қараңыз, сізде тәжірибе жоқ қой қазір жас кезде ше. Ал сол тәжірибені ойлаймын осы магистратурадағы терең білім алмастыра алады. Немесе сенде былай болу керек, бакалавриат 10 жылдық бакалавриат плюс 10 жылдық тәжірибе сен рынокқа қажет болуың үшін, уақытын ақталу үшін. Немесе сен осы саланы жақсы терең білуің керексің де. Сен тәжірибе демек, сен ол саланы бірден жақсы жасап үйренуің керексің ғой. Мысалы, менің өз тәжірибем ретінде айтайын, опыт дейді ғой. Басымнан өткен, мен 4-ші курста бакалаврда бүкіл студенттерде ол нормальный сұрақ, яғни ары қарай қайда деген. 4-ші курс уже диплом тапсырайын деп жатсың, дальше куда деген бір қорқыныш болады. Әрине болады. Мен осалы магистратураға түспеге ойлы болдым. Маған комфортно болды, әрине, оқудың наконец-то 4 жыл бітті, болды, жұмыс жасаймын, өз ақшамды табамын, күшті боламын деген сияқты ойлар мені кәдімгідей ойландырды. Бірақ магистратураның маңыздығында бір түсінгендей болдым да, тәуекелге түсіп кеттім. Бірақ қандай ощущение болды? Менің одногруппниктарым уже жұмыс жасап жатыр. Ал мен әлі вечный студент. Дедлайны, да, тағы жұмысын тапсыру керек. Андай болады, кәдімгі тәртіп қой ол. Хочется свободы. Сөйтіп ойладым да кетіп қалдым. Бірақ 2 жыл оқып келгеннен кейін, қазір мен Қазақстанға осы жылы келдім. Бір түсінгенім, менің 2 жыл оқығаным ештеңеден кетпеген, наоборот, мені жоғарыға көтерді деп айтсам болады да. Яғни оны оқып келгеннен кейін
жұмыс табуда қиын болды деп айта алмаймын. Өйткені магистратурадан кейін сіздер өзіңіз таңдайтын боласыздар. Жалпы қайда барасыздар? Ол кезде уже бакалаврдың студенті жоқ, ол кез келген жұмысқа келсе алмайсыздар. Сіздер уже вложение болғаннан кейін, уақыттарыңыз өткізгеннен кейін, еңбек болғаннан кейін не істейсіздер? Таңдайсыздар. Яғни қандай условиясы бар. Тіпті собеседованияның өзінде өзін қалай ұстау керек екенін біледі. Уже білім алған адам, мысалы магистратура болсын, бакалавр болсын, сондықтан да магистратураның маңыздығы мен айтар едім, қазіргі кездегі бір стажер ретінде бір жерде жұмыс жасағанға қарағанда сол 2 жылды білім алып, оқып алып, жақсы жұмысқа орналасқандарыңыз дұрыс деп ойлаймын өзім. Білмеймін неге, әйтеуір магистратураны оқу керек обязательно. Расымен, өйткені 21 жаста ғана қазір бітірген маман, ол жас маман болып саналады. Ал магистратура бітіріп келген маманға ешқашан жас маман деп қарамайды. Ол осы саланы зерттеген ғылыми тұрғыда білімі бар, тәжірибесі бар маман ретінде қарайды. Әрине, мен толықтай келісемін. Сол нәрсе сезіледі ғой, өзіне де сезіледі, осыны өзіңіз де байқаған шығарсыз. Самооценкаңға, ол енді бір тәкаппарлық деп те айтпаймын енді. Ол самооценка, это нормально, адамның өзіңе сенім. Ол бар ғой, самооценка, ол тәкаппарлық емес, бұл өзінің біліміне деген сенімділік сияқты. Иә, дұрыс. Өйткені мен мына нәрсені байқағанымшы, мен бұл нәрсені оқушы кезде байқаймын ғой. Өзім білетін саламды сөйлеген кезде қарасам, даусым жарқын шығады екен де. Білмейтін нәрсені айтқан кезде деп шықылдап қалады екенсің. Сосын мен осындай шешім қабылдадым. Мен сөйлегім келетін нәрсені жақсылап білетін боламын деп ше. Ойлаймын, осы сенімділік шығар ана сен. Я маған осы керек деп айта алатындай ше. Кез келген сұрақ қойса, жауап бере алудың өзі. Айтады ғой, не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Сол глупый ответті айтпау үшін оқу керек. Сол үшін өте маңызды деп ойлаймын. Қанекей жастар, мен мына нәрсені айтайын, айтқым келіп тұр да, білім алуды трендқа айналдыру керек қой. Сапалы білім. Нақты сен өзің салаңа керек сапалы білімді алу, да? Шынымен де қазіргі әдемілігімен тіпті ақылы екеуі бірге жүру керек сияқты. Яғни қазір ондай заман емес. Мысалы бұрындағыдай. Менің ағамнандай, менің үлкен кісілер осындай деген сияқты. Қазір личный бренд деген нәрсе, жеке бренд, ол жеке тұлға деген ол өзі сізсіз да. Яғни тіпті әңгіме айтып жатқан кезде қайда оқыдың, не істеп жатырсың деген сұрақ, это норма. Ал егер оны істемеген адамға ол наоборот триггер. Яғни не болды сонша сұрап деген сияқты пайда болады. Ал сіз өзіңіз оқысаңыз, дамысаңыз, жеке өзіңізді, ойыңызды жеке жеткізіп, кәдімгідей жақсы айтасыз боласыздар. Қазір сіз айтпақшы, қазір бәкеннің баласын ба, сәкеннің баласын ба, ешкім сұрамайды. Ол стереотиптің барлығы өшірілген, достар, біз оны қарап келдік десең ба. Қай таныстан, не деген оның бәрі өшті. Мен университетте де істеп көрдім. Университетте де көрдім, мектептікінде көрдім ше. Бөлек шетелдің компаниясында да істеп көрдім ше. Мен кімнің баласысың деп сұраған жоқ. Сұрамайды? Сен резюмеге бакалаврмен қандай магистратура білім алған жазасың, CV-ға бұл? Сол, шынымен де ол дәлелденген нәрсе. Яғни барғаннан кейін тіпті сізді жеке тұлға ретінде ғана қарайтын болады. Барлық жерде оқу болсын, жұмыс болсын, сол үшін ешқалай қорықпай. Ой, ақшаны тек байдың адамдар табады, ақшаны тек деген ол өтірік әңгіме. Ол бәрі өз қолдарыңызда. Тіпті білмеймін енді ондайды айту керек емес па. Мен КБТУ-да істеймін дегенде маған қай танысын кіргізді деді да. Мен түсінбедім. Мен ондай заман өтіп кеткен жоқ па баяғыда деген сияқты. Оказывается, кейбір адамдарда өтпеген екен. Ешқандай таныс емес, өзіңіз тікелей есігіне кіресіз, өзіңіздің жағдайыңызды айтасыз. Десе жоқ десе жарайды. Талаптарын оқисың да, сәйкес-сәйкесмейтін өзің де білесің ғой. Даже жоқ дегенде де ол андай тимид эгоңызға. Окей дейсің да, кете бересің. Андай бұлқан-талқан болды, бүкіл жұмыс жоқ, Қазақстанда жұмыссыздық, ешкім ақша таппайды деген өтірік әңгіме. Шынымен де. Мынандай сияқты, бұл бар ғой, қорқыныш деген сезім ол қараңғылықтан ғой. Сен білмейсің ар шетінде не тұрғанын ше. Ол не талап ететінін білмейсің де сен. Ал егер сен талапқа сәйкес келсең, сен таныс іздемейсің ғой. Разберемся дейсіздер. Непонятно, но разберемся. Да, ол өйткені сен уже
сен магистратураны бакалавр жоқ жарайды магистратура демей ақ қойшы, сен бакалаврды бітірдің ғой 4 жылың қалайды, яғни сенде какие-то навык бар ғой. Магистратураны 2 жыл бірдеңе қылып бітіресіңдер. Бітіресіңдер, қорықпаңдар. И осы қараңғылық көбі магистратурадан қорқатын себебі ойлаймын, даже тапсырмау себебі мүмкін ол қашады ғой, ол қалай болады, процесс білмейді де. Давай біз осы процесспен бәрімен бөлісек. Иә, мысалы қараңыздар достар, достар деп айта берейін, бәріміз доспыз ғой. Қараңыздар, сіздер мысалы ақша табам деп жатсыздар да, енді тек жұмыс жасаймын деп, бірақ білім алудың өзі ол жұмыс. Ал магистратурада мысалы сіздер оқығандарыңыз үшін жұмыс жасап жатсыздар, сіздерге элементарно ол стипендия беріледі. Яғни айына сіздер 117 000 теңге стипендия, яғни ол в среднем зарплата негізі Қазақстан бойынша. Орта есеппен алған кезде тіпті сіздің білім алып жатқаныңыз үшін үкімет сізге ақша төлеуге дайын деген сөз. Ол өте керемет мүмкіндік. Базовый, қараңыз, квартиранды жабады. Негізі шынды айтса, қазір да жұмыс істеп жатқандар ойламаймын 350 000-ды жалғыз өздері төлеп тұрып жатыр деп жастар. Олар бірігіп тұрып жатыр, бір 75 000-нан 50 000-нан төлеп. Ол тіпті даже жұмыс жасағанның өзінде де магистратурандай таңнан кешке дейін қасында отыр деген емес қой. Ол кешкі мысалы бізде барлығы жұмыс жасайды, ол бакалаврдан кейін жұмыс жасау норма. Сондықтан да сіздер кешке оқитын боласыздар, яғни 5-тен 7-ге дейін ба өзінің бір лекциялары болады. Сосын онымен қоса өзіңіздің жұмысыңыздың зарплатасын аласыз, онымен қоса 117 000 теңге үстінен білім алып жатқаныңыз үшін аласыз. Өйткені білім, ол сізге төлеп жатыр, сізді оқысын деп жатыр. Өйткені Қазақстанда ғана, Қазақстан деп айтайын, өте үлкен мүмкіндік. Неге? Өйткені мен байқағаным шетелдерде оларды барлығы платно. Яғни, тек иностранный, мысалы, басқа елден келген студенттерге ақша төлеп грантқа шақырады, бірақ өздерінің локал деп айтады, локал адамдары олар ақша төлейді. Яғни ата-аналары бала мектепке барғаннан бастап ақша жинап бастайды. Мысалы, 20 000 евро болсын, 10 000 евро болсын, әртүрлі шамада. Ал Қазақстанда сіздер грантта оқисыздар. Грант көп еще. Просто чуть-чуть дайындалу керек, кішкене өзіңізге сену керек, и бәрі түсіп жатқан адамдар бәріміз бірдей. Сіз айттыңыз ғой, шетелдің студенттеріне грант береді деп. Оның өзі, мен айтайын, ол 1-2-5%-ке дейін ғана мүмкіндік бар да. Сен әлемнің мықты студенттермен таласып түсесің. Ал Қазақстанда мен статистиканы қарадым. Енді сіздер екі шет тілі сияқты бір, енді кішкене бізде конкуренция көп мамандықтар бар, бірақ көп мамандықтарда даже пороговый 75-ке жетпей қысқа грант ойнатып жатады ғой. 75 ала алмай жатады ғой. IT достар. Мысалы, IT-ға қызықсаңыздар, жалпы грант көп екен деп барудың қажет жоқ, өйткені ол ондай мамандық емес, грант үшін ғана түсіп қайғырып кетесіздер. Сол үшін білсеңіздер ғана түсіңіздер, өзіңіздің қалайтын нәрсеңізді жасасаңыздар, всегда оңай болады. В удовольствие, ақшаны да бәрінде, білімді де жақсы алатын боласыздар. Жақсы білім сіңеді деп айтады ғой, сол жағынан. Бірақ Қазақстанның гранты енді керемет. Шыны керек бар ғой. Мен солай айтқам, біздің Қазақстанда бізде көбісі студенттер грантта оқиды дегенде қалай деді. Және білім даже бар ғой, білімнің сапасынан айтайын, Қазақстандағы мен айтайын, енді біз Германияда, Италияда білім жүйесін көріп келдік. Оқитын кітаптар бір негіз айтыңызшы. Бір тақырып, сол білімді аласың. Тек ерекшелігі ағылшын тілінде болады, екінші ерекшелігі кішкене, может быть, өздерінің ұлттық бір идентикаларына байланысты подход әртүрлі болуы мүмкін. Италияныкі, Германияныкі, ол подходпен ғана ерекшеленеді. Бірақ та былай айтқанда база бірдей сіздердің, өйткені баллондық жүйе бойынша олар бәрі бекітілген ғой. Сондықтан ол жерде Қазақстанда оқы, шетелде оқыды, одан емес, адамның өзіне байланысты ғой. Білім алатын адам кез келген жерде мүмкіндік көре алады. Және Қазақстанда қазір ойлаймын, өте көп мықты, расымен университетте мықты мамандар жұмыс жасап жатыр. Элементарно, Қазақстанда, мысалы, біздің өзіміз сұрақ қояды, неге Европада қалмадың, мысалы, неге өйтпедің? Білмеймін, бір андай іштегі сезім бар, яғни мен өйстіп білім алғанымды басқа елді дамытқым келмейді. Мен өз Қазақстанымды дамытқым келеді деген сияқты. Студенттер өте көп. Ол кісілер келеді, сіздерге білім береді. Ол бір жетіскенмен деп айтпай ақ қояйын, енді жалпы біліммен бөліскісі келеді жастар. Бұрынғыдай мысалы теория ғана өткізіп деген нәрселер кішкене қалған сияқты бір жағынан. Қабылдамайды ғой, тыңдаушы даже қабылдамайды, келеді сабағына. Ондай мұғалім. Сол үшін білім алудан қорықпаңыздар, жалпы Қазақстанның өзінде. Өйткені шетелде жүрген кезде мен бір түсінгенім, КБТУ-да алған 4 жылдық білімім маған былай жетті. Вот прям кәдімгідей жетті.
хотя басында кішкене самооценкам андай болды енді в любом случае танымайтын ортаға түскенде будто бір Netflix-тің сериалы болып отыр ғой жан жағым не болып жатыр достар деп та енді ағылшынды как бы практикуешь но күнделікті емес қой прям аналардың акцентіне қараймын Сингапурдан вообще әріптер жоқ арасында мына жаққа қараймын британцы они вообще какие-то в фильмах снимаются отырып басында кішкене үндемейтінмін мен ойлайтынмын қазір сөйлемей ақ қояйын деген сияқты бірақ бір кезде мысалы есеп шығару болсын бір нәрсені талқылау барысында вроде знаю деген сияқты нәрселер болады кішкене уже бүйтіп ашыла бастап түсінесіздер барлық студент бірдей ол андай менің ақылды емеспін менің білімім бұған жетпейді деген ол кішкене ойларыңыз ғана бірақ басқа адамдар сізді олай ойламайды басқа адамдар как обычно бәрі ақылды деп ойлайды солай ғой мысалы мен ойлаймын кто-то умнее меня сияқты көрінеді всегда так почему-то даже бар ғой айтайын даже стереотип нәрсе сіздерге плюс ойнайды ғой қазақтарға деп ойлаймын неге өйткені біз азиатпыз ғой мен сол жерде барып білгенмін азиат екенін азиат деді ма оған дейін мен андай корея солар азиат сияқты өзім мен қазақ сияқтымын деп ойлайтынмын бөлек қазақ деген сияқты маған сразу білмеймін түріміз бәрі азиаттарды кішкене енді ол жақтың да білімі қатты дамығанның бір белгісі жалпы нихау дейді да сөйтіп иә маған ондай енді германияда ондай не нәрсе болған жоқ екен жүрегім ауырып кетті сол кезде маған айтатын то что вот азиатка екенін ну енді сол жақтансың ғой бірақ та то что ерекшелігін көрінеді деген сияқты қазақтың ерекшелігі бірақ мен айтайын то что азиат болудың бір плюсы Европада ақылды деп ойлаймын бәрі ақылды деп ойлаймын сен азиаткасың ана профессорлардың бәрі сондай бірінші партаға отырсаңыздар болды работает деп жоқ жалпы иә ол нәрсе бар мысалы Netflix сериалдары болсын барлығында бір азиатка жүреді ішінде самый андай оқып жүретін вот ол стереотипқа сенеді сондықтан уайымдамаңдар сендерді бәрі жақсы деп ойлай береді иә бірақ мен айтайын то что сіз айттыңыз ғой бэкграунды мықты болғанда қалай көмектесті деп ше мен бардым бізде мен академикалық ағылшын тілінен сабақ бердім оказывается мен ол жерде бакалавриатта аламын ғой өзің таңдайсың ғой ол жерде сол алам бірақ та ол жерде маған сол университеттің магистраттары солар оқып келеді екен докторанттары ол сабақты негізі алады екен маған айтты бұл магистрант докторанттарға арналған деді бірақ мен басқа сабақтарды уже қазақстанда оқып тастағанмын сондықтан айттым мен иә аламын дедім еще мен өзім қатты қызығатынмын ғылымға бардым қатыстым бізде Оксфордта соны бітіріп келген сондай өте мықты профессор сабақ берді и сол жерде біз өзіміз мақалалардың структурасын бәрін айтып жатырмыз осылай біз бұның бәрін үйренгенбіз ғой мен Қазақстанда ше и мен айтамын осындай мақалаларым жарияланған осы жерде деймін ғой сіз қалай 20 жасыңызда осылай жариялап тастадыңыз деп ше сондықтан мен ойлаймын то что біздің қоғамдағы мына бір қысым керісіншіліктердің бір плюс ойнайды бір екіншіден бэкграундтарын сапалы білім ала аласыздар деген сөз бұл Қазақстанда иә жалпы Қазақстанда бэкграунд өте жақсы білмеймін неге прям білмеймін Қазақстан студенттері маған бәрі ақылды көрінеді иә вот сол нәрсе расымен өйткені бізде барлық саладан жақсы білім бар ғой бізде кругозор кең осы нәрсе енді жалпы магистратураға түскен кезде форматын айтып өтетініміз 5 пәннен тапсырасыздар міндетті пәндер ағылшын тілі критикалық ойлау аналитикалық ойлау және сіздің өзіңіздің таңдау пәндеріңіз ол енді бізде жалпы 150-дей мамандық болса соның әрқайсысын өзіңіздің комбинация бар иә бізде солай таңдалады бірақ студенттер көп жағдайда өзінің салаларын жақсы біледі иә барлығы осыларын алады да мына негізгі ағылшын тілінен түгодан құлап жатады ғой ағылшын тілінен иә неге себебі өйткені бізге сондай ақпараттар келіп жатыр яғни мысалы қазақ группасында орыс группасында оқыған жағдайда ағылшынды тек бакалаврда бір ғана жыл оқиды яғни 2 семестр ғана одан кейін ол значит практика болған жоқ деген сөз иә мысалы ағылшынша енді қоғам жоқ қоғам қазақша орысша сөйлейді иә және де университетте оқымасам иә онда кішкене пробелдар в любом случае бізде де болады егер 4 жыл ағылшынша оқымасаң ұмытып қаласың ғой әрине сол үшін біздегі студенттер қазір көбінесе ағылшыннан дайындалады яғни reading оқып кәдімгідей соған байланысты сұрақтарға жауап беру listening болады иә егер қателеспесем сосын кәдімгі грамматикамен енді жұмыс көп білет вроде еще басында мысалы тақырып жазған present simple мен білемін present simple дейді сосын ал айт десең present simple там s қосылады и все дальше оның ішіне тереңнен білмейді да сол үшін
негізі барлық тақырыпты ашып оқу керек. Басында мысалы мен асықпай оқытқан кезде де такие долго деп та, сосын уже қазір тест алып жатқанда түсініп жатыр, оказывается мынаны сұрақты бересің ғой, кәдімгі біздің мысалы G2-да кәдімгідей пробныйлар бар, яғни пробный ретінде біз балаларға тест беріп отырамыз, сол кезде уже пробелдар сразу шығады, қай жерді түсінбейді, қай жерді ұмытып кеткен, қай жерді оқымаған, кім үй жұмысын жасамаған, бәрі шығып тұрады. Бірақ қазір пробный, ал магистратураға тапсыратын кезде сіздерде екінші шанс болмайды. Яғни сіздер кіресіздер, білімдеріңізді дәлелдейсіздер де шығасыздар. Немесе бір жыл сол моментте жауап шығады ғой, бассам деген. Солай ма? Кіресің, тапсырасыз. Онлайн ба? Бітірдім деп тапсырасыз ғой, бітті результатын. Моментально сен уже түспейтін бітіп тұрасың ғой. Ауыр екен онда. Жеңілдер сөйттік кішкене бар, страдать етіп боласың. Бір жыл келесі жылға қалдырмай, онда осы жылы сол ертерек дайындалып, ниеттенсеңіздер, бір 6 айдың ішінде негізі дайындыққа болады. 6 ай, 4 ай жеткілікті ғой. Жалпы негізгі пәндерден 2 ай дайындық, прям интенсивно. Бізде жалпы 8 жылдың ішінде G2-да 10 мыңнан аса студентті грантқа түсірген стратегия бар екен. Мен осы жұмысқа келген кезде осы стратегиямен таныстырды. Басында енді әрине келгеннен кейін сен студенттер результаттарын қарап жұмыс істеген келеді. Осындай ортада, осындай нақты қоғамға мен айтайын ба, G2-ға не үшін келгенімді. Маған бірінші күн жұмысқа келген кезде өздерін айтқан кезде мынандай нәрсе айтады ғой. Біз жалпы білім саласын, яғни сапалы білімді арттырғымыз келеді дейді. Біз сапалы осы негізгі, өйткені мен өзім құндылықтың адамымын. Мен құндылық көрмесем мен жұмыс істей алмаймын. Бірақ құндылық көрсең істей аласың да. Сол кезде менде осы сапалы білім деген, яғни бұл жерде жай ғана даже мұғалімдерді де талдаған кезде де мықты мамандарды алып келді. Одан бөлек айтайын, бұл біз келген кезде де біз осы жердің стратегиясымен арғы жұмыс жасадық. Біз өзімізде бар бэкграундымызды алып келдік те, осы жердің структурасымен. Сол кезде 2 ай дайындаған студенттер біздің бір группа бітіріп жатыр. Алғаш келген кезде олардың тесттарында отыратын түсінбей, біз пробналаған кезде төмен балмен келді, шыны керек ше. Мен осы жерге келіп жалпы білдім. Бізде студенттер магистратураға түскен кезде деңгейлері элементар екен, бакалавр бітіріп көреді. Элементар деңгеймен келеді. Ойлайсың ғой, 11 жыл мектеп, 4 жыл университет, интермедиат оп-оңай ғой деп ше, болады ғой деп ше, интермедиат деңгейі болады ғой деп. Бірақ расымен элементар деңгеймен келіп қиналады екен. Бірақ 2 айдың ішінде айтайын, ағылшын тіліне енді осылай дайындалған нәтижесінде қазір айтады 2 қате, 3 қате кетіп жатыр. Оның өзі мен сөз білмей қалдым, қара баламын, асығып кеттім деген сияқты. Біздер осы группамен талдаймыз да, артынан бітіріп кеткендерді шақырып алып талдаған кезде сондай нәтижесін сіздің де группаларыңыз көрініп жатқан шығар. Бірінші келгенмен қазір деген ой деп өздері оп-оңай ғой дейді ғой, бірінші күні қиналып жатқан тақырыптар. Бізде менің группамда балалар жарысады. Яғни енді барлығын деңгейі, бірақ маған сондай группа түседі, барлығын деңгейі бірдей. Сол үшін еще қызықты, мысалы кім көбірек оқып қойса кәдімгідей бір-бірімен деген анай жұмысын жасамап едім, мен айтамын ғой, мына тапсырма сен үшін арналған деп, анау деген болды. Әркімнің өзінің тапсырмалары бар, аттары, соған жарысады деген сияқты. Жалпы тест барысында бір-бірімен кәдімгідей балдарын санайды, яғни 69-дан мынандай 74% алдым, сенгі 73,5 деген сияқты сөйтіп бір-бірімен жасайды. Это здоровая конкуренция, яғни сіз топта оқығаныңыз больше эффективности дает. Мен өзім соны түсіндім. Бұрында мен ағылшын тілін мектепте оқыған кезде андай индивидуально оқығым келетін. Өйткені мен дұрыс pronunciation дұрыс болмаса, бір дұрыс емес айтып қалудан қорқатынмын да. Ал когда уже сен группамен барған кезде, как будто сенің кемшілігіңді көріп қояды ғой басқа адамдар. Это задевает. Бірақ түсінгенім, наоборот, мен индивидуально барғанға қарағанда топта жұмыс жасаған көбірек нәтиже береді. Неге? Өйткені сіздерде конкуренция болады, бір-бірімен жарысу, бір-бірімен сөйлесу, тіпті біреуіне сұрақ қойып жатсаң, бүйтіп жарылайын деп отырады ғой, мен білем, мен айтайыншы деген сияқты. Сол үшін топта бірге сабақ оқысаңыздар вообще күшті болады. Мен топқа бар ғой, мен ойлаймын, даже сайттыңыз ғой, өзі алдыма бірдей деңгейде студенттер келеді деп ше. Бұл даже мұғалімге де байланысты сияқты, сен қандайсың, сондай студенттер келетін сияқты алдына ше. Сондай мен байқағаным өзі, мен керісінше менде competition 0 адаммын, мен табиғатымнан. Менде competition бар. Менде жоқ, менде галап бойынша ол вообще бір жерде ар шетінде ше. Шын айтайын, менде максимайзер бар. И мен студенттерімде дәл сондай. Оларда вот этот конкурентность, бізде топтың тиімділігін олар қалай көреді?
айтады, так біз өстейді, олар ше стандарт қояды. Бізде енді конкуренция етміз, стандарт қойылады, например, сайттыңыз ғой, мысалы бір студент бір жауап беріп жатса, сол нәрсеге таласып тұрып басқалардай жауап бергісі келеді деп ше. Біз оны тиіп тастағанмын, мен сразу басынан тиіп тастадым да, өйткені менің нәрсемде, менің ойымда былай да, мен өзімде жоқ болғаннан кейін мен бере алмаймын оны студенттерге. Даже мен ол нәрсені басқара алмаймын. Басқара алмаймын, өйткені өзімде жоқ болған нәрсе ше. Бірақ бізде мынандай нәрсе бар. Сапалы, яғни әркім өз жұмысын жасаған кезде артығымен жасау деген бар да. Мысалы, сен 2 тест шешіп келіп бересің ғой. Группа 3 тесттен шешіп келеді ғой. Бір-екеулер 4 тесттен шешкесе, келесі жылы бәрі 4 тесттен шешіп келеді. Бірақ енді мүмкін оны біреу компетенция деп қабылдайды. Да, біреу оны компетенция деп қабылдайды, а для меня это планка, да? Ондай конкурентность. То есть сізде здоровая конкуренция, а бізде планка қойылады, да, вот этот. Олар стандарт көреді, то что адамдар қанша уақыт құртып жатыр білімге ше. И мендегі мына нәрсе айтамын, мен даже магистратураға ағылшын тілінен тест үшін дайындалып келсе де, сендер өмірде қолдана алыңдар деп ше. Әрине. Осы нәрсені айтамыз да, сол кезде келген кезде маған айтайын, студенттердің алдына патида да айтып жатты ғой. Вот мен өмірде қолданып кеттім деп ше. Ойлаймын, бұл былай сияқты келген студентке сен қандай задача қоясың? Мысалы, мынанша тест шеш, мынаны білуің керексің, мынаны білуің. Осы студент қаласа да қаламаса жасайды ол нәрсені. Өйткені сол нәрсені ожидать етіп отыр ғой мұғалім. Сол нәрсені бересің, сен ожидать еткен нәрсені бересің және аласың. Но при этом бір жақсы, бір қызығы без условий. Яғни сен осыны жасамасаң, мысалы мектепте сондай ғой, андай ощущение, ұрысса да мен жасауым керек деген сияқты. Ал бізде ондай емес қой, біз бәріміз ересек адамдармыз. Мен айтамын, жасасаң өзіңе жақсы. Жасамасаң менің ешқай жерім кетпейді, өзіңе жаман деген сияқты. Сол жағынан келген кезде уже ответственность түсінеді. Яғни еркіндік берілген кезде студент, шынымен де маған бұл керек екен ғой деген сияқты өзіне алады. Сіз бағана айтқаныңыз қызық болып тұр негізі маған. Менде competition 0, а менде мысалы, мен только сол здоровый конкуренция арқылы мен андай өстіңіз өмір бойы. Иә, солай өстім. И өзім студенттерім де сондай. Мысалы, тек біреумен ғана тоқтасаң, бәрің кішіп пысады. Бәріміз андай бүйтіп, шу болып отырған кезде ғана андай процесс жүреді да. Мен ана патида байқадым ғой сол нәрсені. Студенттеріңіз прям жанып көтерді. Апай, айтыңыз, мынаны айтыңыз. То, что хорошо, білесіздер ме, біздегі бұл әртүрлі подходтың болғаны жақсы ғой. Иә, разный метод. Әртүрлі адам бар. И соның бәріне өзіне келетін мұғалімі болуы, келетін стратегия болуы, және бірақ подход әртүрлі болғанмен стратегия бір ғой. Әрине. Сізде де менде де стратегия бір, басты сапалы білім, толық келетін нақты тақырыптарды беру, және сол бойынша дайындау, яғни 3 бөлімі ағылшын тілінен, критикалық ойлаудың барлық келетін тақырыптар бойынша есептері, аналитикалық ойлаудың өзінің техникалары, және сонымен қатар негізгі таңдайтын пәннен сапалы білім алу. Тіпті кейбір студенттер бізде айтып жатады, бакалаврда бір тақырыптар түсінбеп едім өз пәнінен. Осы жерден түсініп жатырмын дейді. Мен айтам, мүмкін ол мынандай нәрсе шығар деп айтам, даже менде мынандай болды, бір группада бар. Ол кісі де Филиппинге бар, Малайзияға барып оқыпты, Филиппин ағылшын тілін кәдімгідей тоқтау соққан екен, өзінің жеке мұғалімдері болған екен. Бірақ айтады, мына жерге келіп түсініп жатырмын дейді. Бұл мен айтпаймын, то что мен білгендіктен мен үшін түсініп жатқан жоқ ол кісі. Просто ол кісіге қазір қажет болғаннан түсініп жатыр. Ол уже пайдасын көргеннен кейін ғана түсініп отырған сияқты. Андай да, оларға қазір керек қой магистратурада, прям наотрез керек қой, болды. Тіл былай өз-өзіме үйренетін нәрсе емес қой. Айтыңызшы, тіл сен ол сөз болып өмір сүре алмаймын деген кезде үйренесің. Және магистратураға түскен кезде сіздер түсінулеріңіз керексіздер. Мынандай жай ғана келіп кеттім деп оқу емес, ол не обязательно бізбен келіп дайындау, ол жалпы сіздер үшін ғой білім алып, сіздерге біздің айтқымыз келген сапалы білім алуға тырысыңыздар. Қай жақтан білім алсаңыздар да, жалпы именно осы жақ, мынау деген ешқандай қағида жоқ. Ең басты білім алуды тоқтатпау керек. Яғни аз-аздан үздіксіз қозғалсаңыздар, өздеріңіздің нәтижелеріңізге жетесіздер. Дұрыс стратегиямен, яғни бірінші 3 пәннен дайындалыңыздар, таңдау пәндеріңізді ұмытпаңыздар, негізгі пәндеріңізді ұмытпаңыздар. Оңай екен деп оп-оңай ағылшын тілінен қадалып қалмаңыздаршы. Оп-оңай ағылшын тілі ғой. Негізі ең оңай ағылшын тілі. Ана грантқа балды осы ағылшын тілі арқылы алуға болады ғой, 50 балшы, 50 бал былай қарасаң, ең көп бал осыдан аласың. Бірақ интермед деңгейіндегі сұрақтар келеді, оңай сұрақтар. И ол тақырыптардың бәрін бір отырсаң, бір түсінетіндей бір тақырыптар ғой. Просто зейін салып, кішкене дайындалу керек. Енді просто деп те айтпаймыз, оны тоже обесценивать нельзя, әрине, еңбектің жемісін көресіздер в любом случае.
Жалпы бағанадан бері айтып жатқанымыз, яғни бізде ағылшын тілі және де критикалық ойлау, аналитикалық ойлау, бірақ ең маңызды ол үшеуіне де фокус қойып, өзіңіздің спец мамандықтарыңызды ұмытып кетпеу керексіздер. Өйткені G2 Masters орталығында тіпті сол спец мамандықтарыңызға байланысты кәдімгідей тәжірибелер 20 жылдан асқан бізде профессорлар сабақ береді. Неге? Өйткені бірінші курстағы оқыған материалдарыңызды ұмытып қалуларыңыз мүмкін. Это нормально. Менің өзімде ұмытып қалатын моменттер болады. Оны ашып қайталау керек. Тіпті профессорлар түсіндіріп жатырса, оны онлайн сабақ платформада барлығын көре аласыздар. Яғни ағылшын тілімен барлық жағдай қарастырылған. Яғни ағылшын тілін бөлек те оқысаңыздар болады. Мысалы бағана айттық, elementary мен көбісі келеді. Және де intermediate-қа дейін деңгей, яғни elementary, pre-intermediate, intermediate деңгейі болады. Сол үш деңгейді толықтай қамтамасыз етіп оқып шыға аласыздар. Сізден? Жалпы бұл жерде және спецпән туралы айттыңыз ғой. Мен айтайын, енді ойлап қалмасын, бізде тек қана ағылшын тілін ғана дайындалады деп ше. Спецпәндердің ерекшелігі, біріншісі айтқандай осы мықты маманға болу, және екінші спецпән ол үлкен ғой, сіздің мамандығыңыз үлкен, ал мына жерде бір жақсы нақты ұлттық тестілеу орталығы бекіткен ғана тақырыптар четко солар ғана бойынша ғой, курстардың бәрі түсірген кезде, сол міне тақырыптар беріледі, сол қолдан даже жасап шыққан курсты жасап шыққан кітаптарды қарасаңыз, сізге ол кітаптар түсінуінің өзі үлкен бір уақыт алатын еді, әрқайсысын жеке алып. Ал мына жерде мамандар разжевывать етіп, ол тақырыпты алады ма, және нақты тестқа келетін сұрақтармен ғана дайындайды ғой. Бұл жерде бір жақсы. Қазір ешкімнің ондай көп уақыты жоқ, шыны керек. Мысалы, кейбіреулер офлайн келеді, кейбіреулер онлайн келеді деген сияқты. Бізде мысалы көбінесе офлайн студенттер келеді, біз беретін. Бірақ бүкіл Қазақстан бойынша жалпы онлайн сабақтарды оқып жатыр студенттер. Неге енді ол үшін Алматыға келіп, жолға деген сияқты уақыт кетеді. Қазіргі таңда онлайн платформа ретінде көп жерде дамыған, көп адамдар онлайнда оқи береді. Яғни оқимын десең, ниетің болса, кез келген жолды табуға болады. Онлайнда дәл солай, сол офлайн беретін мұғалімдердің өзі сіздерге білім беретін болады. Платформа арқылы, Zoom арқылы өтіп жатыр сабақтарымыз. Ол жақта кәдімгідей әр тақырыпты түсіндіріп, және де жақындаған уақытта сіздерде интенсивно мысалы тестке дайындалу жүреді. Яғни ол жерде күнінде талдау ретінде сол бір вайб дейді ғой, сол бір ағынға кіріп алғаннан кейін сол қызығушылықпен барасыздар да тез тапсырып тастайсыздар. Яғни арасын суытпау керек. Сол үшін офлайн форматта, онлайн форматта қалай сіздерге ыңғайлы өздеріңіз алып дайындалсаңыздар болады. Және өздеріңіз жұмыс істейтін болсаңыздар да, Мен айтайын, бұл плюсы, білесіз бе, мына спецпәннің болуының плюсы не екенін. Ол мамандық ауыстыратын мамандар үшін ғой. Бакалавриада, то есть дополнительно заработок ретінде қараса да, ата-анасы үшін оқып, өзі үшін енді таңдаса да, ана 4 жыл білім алғаннан гөрі, осылай біздің бұл Қазақстанда ғана бар мүмкіндік қой. Бакалаврды басқа, магистратураны басқа деп оқушы. Сосы мүмкіндікте келіп, сен бакалаврдағы базовый тақырыптарды алды, талдадың, тестіңді тапсырдың, грантқа түстің. Валя, өзін мүлдем басқа мамандық оқысам болады. Өйткені менде мынадай болды. Мен 2 шет тіл бітірдім ғой. Бірінші мен магистратураға 2 шетінен түсіп кетемін. Содан кейін, 2 жылдан кейін барып, осы жазда ғой. Осы жазда барып IT-ге тапсырамын. Балын алып кеттім ғой. Мұйт ба? IT-ға барып. Былай қарасаң, Қазақстанда ғана мүмкіндік қой. Мен барып шетелде оқысам, үйтіп алып, әр неге секіре алмайтын едім де. Сондықтан ойласыр, 2 шет тілінен IT-ге өтті. Все возможно, guys. Өйткені Қазақстанда білетін шығар, мамалар деген оқуға түссең болды деп түсетті. Сосын екінші шанс дейік па? Бірақ оны алып тастайды деп жатыр ғой, осы нәрсені алып тастайды дейді алдағы уақытта. Сондықтан түсіп үлгеріп алыңыздар. Оқып алу керек сияқты. Мен мысалы осы мүмкіндік беру мен үшін бір қуантты. Себебі расымен мен өз саламды жақсы көремін, осы саланы жалғастыра беремін. Бірақ мен тағы да осы IT саласында меңгергім келді. Мен өзім енді сапалы білім, университет диплом мен үшін маңызды болғандықтан, оны жай ғана курста емес, университетте білім алу маңызды болды. Сондықтан осындай тұлғалар үшін, мамандығын ауыстырып жатқан тұлғалар үшін бұл енді бір керемет мүмкіндік қой. Осы келіп бір платформадан бәрін үйреніп көріп. Тіпті қазір бір мамандық жағына, мысалы мен IT саласында болғандықтан айта салайын. IT саласында мысалы база данных деген нәрселі бар, сабақ бар. База даннықты қазір рынокта бір 3-4 айдың оқу 800-900 мың теңге. Яғни просто курсты оқу.
бірақ университетте сіздерге 2 жыл бойы соны кәдімгідей бесплатно тегін түрде оқытады да, мысалы қарап отырсаңыз. Жан-жақты. Иә, сол жағынан таңғалдым. Мысалы әр затқа ақша ғой енді қазір. Мен студенттерге кезінде мектепте оқымаған ағылшынды ақша төлеп оқып жатсыңдар, сол үшін қазір оқыңдар, чтобы в будущем еще больше не платить деген сияқты. Қазіргі берілген мүмкіндік тіпті бағасы да онда қымбат емес сияқты. Қымбат емес. Өте қымбат. Мен ойлаймын, даже бұл жерде төлеуде емес мақсат, сен мүмкіндік жоғалтасың. Әрине, уақыт кетеді, энергия кетеді. Ең үлкен жоғалтатын нәрсен, сен кейін көбірек ақша төлемейсің. Сен үлкен мүмкіндік, үлкен ақшадан айырылып отырасың. Ақша деп, ақша емес деп қойып, ақшадан деп па, бәрін ақша. Мысалы, саяхаттаудан көбісі, алдында студенттермен сөйлестім, кстати. Мен айтам, болды, енді үлкенде шетелге шығыңдар. Бір студентім келді. Маған осындай возможностьтар болып жатыр. Казгудан негізі көп университеттерге, шетелдермен кәдімгідей сотрудничество бар ғой. Мен айтам, да, көп қой елдер. Неғып бармайсыңдар десем, тіл ғой. Тіл, сол тіл. Барамыз ғой, бірақ қалай сөйлесеміз, қалай бүйтеміз деген сияқты сұрақтар пайда болды. Сол кезде ойлап отырмын ғой, шынымен де бір қазір тілді меңгеру арқылы көптеген өздеріңізге мүмкіндіктер аша аласыздар. Тіпті Қазақстанның өзінде көп университеттерде прям барыңыздаршы, оқуға түскен кезде өздерінің ұтқырлық бөлімі. Ұтқырлық бөлімі, академическая мобильность студентов, да? Сол жаққа барасыздар, сіздерге қандай Erasmus па? Erasmus бар. Erasmus плюс неше түрлі программалар шығып жатыр. Яғни магистратураның өзінде негізі 6 айға жібермейтін бе еді шетелге? 6 айға жібереді, иә. Одан бөлек стажировка бар. Одан бөлек өзінде даже қазір жүріп, осы жерде отырып алған онлайн стажировкалар өте берсе болады, осы па? Ертең CV-ға жазғанда күшті мүмкіндік болады. Жалпы айтайын дегенім, қазіргі таңда, мысалы, магистратураға түскен өзінде де сабаққа барып кеп жүрмей, екінші жылында басқа елге 6 айға оқып келсеңіздер болады. Ол жаққа Европа болсын, Корея болсын, қаншама елдермен сотрудничество бар. Біздің өзіміздің университеттерде шетелдік студенттер көбейіп жатыр, байқасаңыздар. Демек, ол ақшаларын, яғни бір бөлшегін береді, қалған бөлшегін өздеріңіз төлеп оқып алсаңыздар болады. Бірақ ол бесплатно, тегін түрде. Сол үшін онда самолетына дейін төлеп барады ғой, студенттерді деген. Иә, солғы, құдай-ай, не деген мүмкіндік. Иә, солға дейін. Ал сондықтан ойлаймын, осы үлкен мүмкіндіктерді пайдаланып, тілден болсын, жалпы білімнің, өз саланың білімнің үлкен мүмкіндіктерден құр қалмау керек. Біз қазақтар шетелде болып келгеннен кейін түсінетін шығарсыз, қазақтың саны аз екен. Иә, мен өзімнің группамда жалғыз қазақ болдым. 55 адам оқыды, жалғыз қазақ болдым. Печально. Жалпы сондықтан былай қараса, қазақтың әлеуетін көтеретін ол білімді жастар. Қай салада оқысан да, сен қазақша сөйлеу трендке айналдыру керек. Біз тіліміз өзімізге ғана қажет. Бірақ сенің сапалы білімді, сен ойын, мен ойлаймын, тіл үйренген кезде бірінші әрине сен отбасыңды ойлайсың, еліңді ойлайсың, бірақ сен адамзатқа да қажет адам болуың керексің ғой. Сіз IT саласын біліп, ағылшын тілін білгендіктен сіз кез келген әлемнің рыногында пайдалы бола аласыз. Мен бұрында ағылшын тілін тек ағылшын мұғалім бере алады деп ойлайтынмын да. Қазір ондай заман емес қой. Сенің перспективаң, біз даже білмейміз біздің перспектива қаяққа жететінін. Бұл барлығы по чуть-чуть деп көрінуі мүмкін, бірақ бұл нәрсе үлкен масштабты, кәдімгі әлемдік деңгейдегі де, мысалы, әртүрлі жағдайларға жеткізу мүмкін, мүмкіндік арқылы. Мысалы, мен сабақ беремін деп ойлаған жоқпын. Мен негізі IT саласында Европада жүргеннің өзінде Deloitte деген компанияны білсеңіздер. Әрине. Сол жақта мен жұмыс істеп қалуым керек болған негізі. Бірақ почему-то Қазақстанға өзіме 1 жыл берейін дедім. 1 жыл берейін, Қазақстанда барып келейін деп. Қазақстанға келгеннен кейін түсінгенім, яғни, білмеймін, бұрында айтатын еді ғой, ой, осыны оқысаң, руками ногами алып кетеді деген сияқты. Мен айтатын, ол Қазақстанда ондай емес шығар енді деп, шыны керек. Бірақ шынымен сондай болды. Келгеннен кейін танысып не істеп жатқаннан сабақ беру барысында түсінгенім, яғни ағылшын тілін білгенің, осы нәрсенің барлық оқығаныңды сен бөлісу арқылы тіпті үлкен мүмкіндіктер, яғни бірінші құндылық ретінде де тіпті ақша жағынан да өте үлкен мүмкіндіктер болып жатыр. Және адами ресурсқа досты боласың ғой, сен сапалы адами ресурстарға, достарға.
менде осы тілдің мүмкіндіктері, мен айтайын, өмірде енді айтады ғой, екі нәрседен қателеспе дейді ғой. Мен біріншіден қателескен жоқпын енді. Екіншісін енді көреміз, енді білмеймін әлі. Екіншісін көре жатармыз енді. Иә, ол да бұйыртсын енді, одан да қателеспейтін шығармыз деп ниеттеміз. Бірақ бірінші мамандықтан қателеспедім деп мен нақты сеніп айта аламын. Мен бар ғой, 4 жыл бойы білім алдым ғой бакалавриатта. Әр күн сайын айнаға қарап рахмет айтатынмын бұл сөзіме. Такая классная, то, что осы маман таңдағанына деп ше. Өйткені әлі күнге дейін мен істемеппін онда. Мен әлі күнге дейін тіпті білмеймін, менің орнымнан тұрып осындай бар ғой, жұмыс жасауыма өзімнің ортам, оқушыларым, осы мамандығым ғой мені бір айдайтын күш тұрғызатын, маған үлкен, менің бүкіл осы мені қалыптастырған тек қана осы мамандығым деп айта аламын. Неге? Өйткені бірінші мүмкіндік ол тілді мүмкіндігі берді маған, осы салада қызмет етуге тілді мүмкіндігі берді менің. Мен ең бірінші жұмыс бастап бердім, мен мұғалім болудан ғана бастадым. Мен осыдан басқа жұмыста істеп көрген жоқпын. Енді бизнес саласында болды. Бас иетін мұғалім екенсіз. Мен басқа салалар, енді бизнес саласында да жүрдім, бірақ та ол кезде мен көбіне өзім бизнестарыма байланысты емес, жалпы Канада компанияда да осы бизнес контракттар бойынша ол тілдің берген мүмкіндігі де маған. Мен шетелде білім алдым. Одан бөлек сол шетелде жүріп, ойласаңызшы, студент 20 қанша жастамын, сол кезде 20 жастамын ба, ана research групптар болады ғой, соған правительство Германия үкіметі ақша бөледі. Бір аптамызға 1000 евро беретін ғой бізге ше, бір аптаға поездкамыздың өзіне ше. Сол кезде біз IB школдар бар ғой, кәдімгі халықаралық деңгейдегі біздің Қазақстанда это Назарбаевский, Тамыз деген сияқты. Соның Германияда, Азербайжанда бар сондай школдар. Солардың силабус проекттарын жұмыс жасадық, соларға программа жасадық. Оның барлығы осы тілдің мүмкіндігі. Тілдің мүмкіндігі. Достар, тіл өте маңызды. Тілдің мүмкіндігін айтып шаршамаймыз, айта берсем өте көп. Саяхаттаңыздар, оқыңыздар, білім алыңыздар. Жалпы қазіргі таңда білімді жастар саны көбейіп жатыр дейміз ғой, яғни ол конкуренция жоғары болып жатыр. Жыл сайын студенттер ұбт-ның балдарды жоғарылап жатыр ғой. Бұрын дәл сол сияқты өткен жылдары 20 000-нан аса студент 12 500 грантқа таласқан болса, яғни сол жердің өзіне 70% студент құлапты. Яғни олар пороговый 75 балды алмай қалды. Енді сол студенттер биыл өте бір қарқынмен дайындалып жатыр. Және биылғы шыққан студенттерде, және мамандық ауыстырып жатқан студенттер, яғни конкуренция қазір өте жоғары Қазақстанда. Ол конкуренция жағын білеміз. Сол конкуренцияға байланысты тағы да күшті жаңалық бар. Иә, күшті жаңалық. Ол білмеймін енді басқа жақта қалай, бірақ осы G2 Masters жалпы орталығында балаларға осындай мотивация ретінде мен де таңғалдым басында, конечно, өте күшті сыйлық. Жалпы ең мықты студентке Европаға жолдама. Жалпы сондай бір күшті жаңалық естіп жатырмын. Яғни студенттерімізді ең жоғарғы балл жинаған студентке соңғы, мысалы, қазір қандай iPhone мен шатасып кеттім, 16 Pro Max па? Сол 16 Pro Max-ты сыйлыққа береді екен. Өте күшті сыйлық. Және осы біздің G2 Masters орталығындағы дайындалған курстар арасындағы студенттерде Европаға жолдама. Вау! Біз өзіміз қатысқымыз келіп отыр, ладно. Европаға жолдама, яғни 6 елді қарауға болады. Тіпті визаға тапсыру, барлық жағынан өздері көмектеседі, өйткені өз мамандары бар, яғни шетелге шығару арқылы. Сондықтан да Европа деген, достар, сеніңіздер, өте көп ақша кететін елдердің бірі болып табылады. 6 ел көру деген, енді білмеймін, көздеріңіз ашылып, как раз ағылшындарыңыз практикаға кетіп, сол жақта күштілеп қыдырып қайтасыздар. Сол үшін бұндай мүмкіндіктерді жібермеңіздер. Тіпті G2 Masters'ың өзі сіздерге айтып жатыр да, білім алу арқылы уже мүмкіндікті беріп тұр. Яғни білім алу арқылы 16 Pro Max, білім алу арқылы Европа. Бұндай мүмкіндік ол бастамасы, бұдан да көп мүмкіндіктер бола берсін, жолдарыңыз ашық болсын, және де осы дамып, оқып, білім алып, Қазақстанның білім деңгейін бірге көтерейік. Көп рахмет осындай сапалы ойыңызбен бөлісіп, бірге осындай айтқаныңызға және көрермендер осыны аяғына дейін көріп, яғни мен ойлаймын, бұл подкаст аяғына дейін көре алған адам расымен осындай білімге қызығатын, жалпы алдағы уақытта дамуға қызығатын тұлғалар. Сондықтан уақытыңызды бөлгеніңізге де көп рахмет. Оқыңыздар, білім алыңыздар, ол ақталады сізге, барынша ақталады, үлкен мүмкіндіктер ашылады. Сіз
әрбір былай айтқанда әрбір секунд, әрбір сағат білім алуға сізге үлкен мүмкіндік ашса, білімге емес бос уақыт өткізген уақытыңыз мүмкіндіктерден айырылып жатады. Ешқашан бір орында тұру деген болмайды. Тек жолғары жүресіз немесе кері жүресіз. Өз жолыңызды таңдаңыз, алдыға жетумен бірге жетіп үлкен мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Біз сіздер үшін әрдайым қуанышты болып, сіздердің магистратура, білмеймін, өзім уайымда жүрмін. Магистратура тесті біткенше енді жүрегіміз дүкілдеп жүр. Студенттеріміздің барлығы аман-есен түсіп кетіп, білім алып, өстіп үлкен-үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Ал біз сіздерге қарап қуана береміз. Міндетті түрде. Сау болыңыздар.